Картоп қан қысымын көтереді, қызылша түсіреді. Бәріңізге ассалаумағалейкум, сіздермен бірге керек арнасы. Қан қысымы кең таралған сырқаттың бірі. Қан артериясына қысым түскенде қатайып тарылады да, соның кесірінен қан жүрмей қалады. Ал жүрек қан жүргізу үшін зорығып жұмыс істеуі мүмкін. Жүрек талмасы осыдан болады. Ал бұған жеткізбеу үшін қан қысымын барынша азайтқан абзал. Зерттеушілердің айтуынша, тағам атаулыны қан қысымын көтеріп жіберетін, не түсіретін деп екі топқа бөлуге болады. Зерттеушілер көкөністің қайсысы жүрекке пайдалы, ал қайсысы зиян екенін анықтап көрген. Қорытындысынан картоптың қан қысымын көтеріп жіберетіні, ал қызылшаның керісінше түсіруге көмектесетіні белгілі болды. Картоп немесе картоптан дайындалған азық өнімін аптасына 4 рет тұтынған жандардың қан қысымы басқаларға қарағанда 11%-ға жоғары болады. Картоп гликемиялық индексі жоғары көкөніске жатады, яғни қанда қант мөлшерін көбейтіп жіберетін азық түріне жатады дегенді білдіреді. Көбіміз картопты қуырып жегенді ұнатамыз. Картопты жиі жейтіндер қан қысымы ерте шалдығады. Ал қызылша қан қысымы жоғары адамдарға өте пайдалы. Қызылшаның құрамында нитрат бар, ол қан қысымын түсіруге көмектеседі. Қызылшаны қабығымен қосып қайнатып жесе, құба-құп қызылша сусынын күнде ішіп тұрғанда жақсы. Жалпы қан қысымын көтеріп жіберетін тағамдар өте көп. Солардың бірі картоп болатын. Видео пайдалы болды деген ниеттеміз. Каналға жазылып пікір жазуды ұмытпаңыз.